Казахи плодят нищету. Когда же вы прекратите плодить нищету? Перевожу эти вопросы с казахофобного, казахоненавистнического языка на нормальный казахский язык. Қашан сендер жойылып көр болып осы дүниеден кетесіңдер? Қашан сендер көр болып өз қазы байлықтарыңды, жерлеріңді бізге тастап кетесіңдер? Біз сендерді аштыққа да тастадық, малдарыңды тартып алып, отқа да суға да тастап жатыр. Сендердің мұнайларыңды, газдеріңді барлығын уже тартып алдық, сатып болдық, а сендер болсаңдар жойылып болмайсыңдар деген бұл жерде үрей сұрақ болады. Сонымен қазақ ондай сұрақты қойып жатқан адамдарға сен ұялмай былайынан айта бер: мен қазақпын, өз жерімде 5 бала тапқым келе ма, я 50 бала тапқым келе ма, ол менің ғана шаруам, сенің шаруаң емес те. Қайдағы бір мәңкүрттер, қазақофобтардың ол шаруасы емес. Сонымен қоса олар ондай адамдарға сұрақ қойыңыздар былай: сен ең болғанда бір көмеш нанды ана көп балалы отбасына апарып бердің ба? Я болмаса бір жалақыңды қиып көп балалы анаға көмек бердің ба? Жоқ десе, с какой стати деп жатса, сендердің алдарыңда ондай адамның сөзін тым болмау керек сендерге. Сонымен қазағым, кедейшілікті көбейтуден тайынба. Кедейшілікті көбейтуден ұялма, қорықпа. Сен кедейшілікті көбейтіп жатсаң, сен қазақтың санын көбейтіп жатсың. Аман болыңыздар.